8-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан, нөмірі 1-ші тарихи тұлғалар тағылымы қызым жағадағы құндызым, ұлым аспандағы жұлдызым бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: оқу еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну. Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпалы заңдылықтарын ескеріп айту. Бағалау критерийі. 1-ші тапсырма. Мәтіндегі күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын ажыратады. Дескриптор. Сөз тіркестері мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсініп жазады. 1-ші жауап 1 балл, 2-ші жауап 1 балл, 3-ші жауап 1 балл. 2-ші тапсырма. Ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айтады. Дескрипторы. Таңдалған суреттегі іс-әрекеттерді түсіндіреді. 2 балл. Мәтін құрауда үндестік заңын ескеріп айтады. 2 балл. Барлығы 7 балл. Тапсырма. Үзінділерді мұқият тыңдап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. 1-ші үзіндіні тыңдаймыз. Соғыста Исатай оққа ұшып, Махамбеттің жалғыздық зарын шеккеніне 8 жыл 3 ай болды. Ұзақ уақыттың ішінде жасаған сансыз жорығы ойына оралды. Исатай сіз бастаған ереуілі жеңіліс тапқалы бері Махамбеттің бармаған жері, баспаған тауы қалмады. 1-ші тапсырманы орындаймыз. Берілген тұрақты тіркестер мен күрделі сөз тіркестердің мағыналарын өз сөзіңізбен жазыңыз. Керекті сөздер: амалы қалмау, ешкімнен көмек болмау, қайғыру, ұмытып, кейін қайта бару. 2-ші тапсырма. Ұсынылған суреттердің бірін таңдап ауызша мәтін құраңыз. Мәтінде сөз аралығындағы, сөз ішіндегі үндестік заңын ескеріп айтыңыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.